Сәлем біздің сүйікті арнамыздың сүйікті көрермендері. Бұл әдеттегідей хихикая жобасы. Бүгін бізде ерекше шығарылым болайын деп тұр. Себебі бүгін бізде қонақ жоқ. Тек өзіміз оқиға айтып Әдемі, ұнап отыр маған. Ой, бұл біздің арамызда бір адам кепті ғой. Байқамай қалды. Бүгін бізде енді қонақта қалың көрермен. Иә. Байгайс жобасының екінші пландағы үздік актері, Алмалы Жайдарман тобының мүшесі, шеттен шығатын ойыншысы, Олжас. Ой, рахмет жігіттер шаңырақтарыңа. Қош келдің, Олжас. Ой, рахмет. Творчествода не жаңалықтар болып жатыр қазір? Творчествода... Қате айтқанды ше. Творчествода үйреніп отыр, творчествода. Творчествода жаңалық көп, бірақ маған қатысы жоқ. Солай десе де болады. Енді мына Байгайстан сериалына түсіп жатырмын. Бір айдан кейін шығады примерно, иә? Сол сериалына түсіп жатырмын. Пока тыныш, Алматы қаласына қайта келдім. Осыған Бұрын қайда болды? Астана қаласында. Оны нақты айтып отыр. Астана қаласында тұрғанмын, осы уақытқа дейін қайтадан Алматыға оралдым. Астана қаласында. Айтпақшы, Қымыз Микстің амбассадоры. Әсіп центрдің амбассадоры. Осына жерде бір қымыз микс тұру керек еді ғой, сөйтіп айту үшін. Оны алдын ала шақыру керек та, осыны қонақтардың арасында. Аяқ астынан келіп отыр дей салмай. Көрермендердің арасынан шығарып алмайды. Бір сосын бір факт, Олжас менің 3-ші сыныптан бастап бірге өскен досым. Білмейтін жандар бар шығар. Бала кезден бірге өскен. Жапала құрдық біз. Достықтарың мәңгі болсын. Жобаны көріп жүрген шығарсың. Иә, көріп жүрмін. Оқиғаларын айтады, резептер. Жалпы сол бір оқиғаны тақырып аясында талдауға тырысамыз. Тамаша. Кеттік онда бастап кетейін бірден, иә. Алғашқы оқиға, кішкентай кезімде фанта ұрлап ішкем дейді. Ол кездер үшін енді фанта деген... Фанта ұрлау каталог ба? Иә, ол фанта ішу дейтін әжептәуір жетістік қой ол дейтін. Фанта ұрлап ішкем. Иә. Қанша фанта екен ол? Фанталар деп тұрған жоқ қой. Фанталар ұрлап ішкем десе, ол көп фанта да. Жоқ. Ішкенбіз десе көп адам ішкен. Бір ай бойы ұрлап жүру мүмкін ғой, бір-біртін деп. Сонда фанта ұрладым деп айту мүмкін ғой. Ол да мүмкін. Дейгін кеп тұр ғой, ә? Өзінен естігенді жауабын. Бір жауап онда екен ба? Былай болады ғой. Көшеде кетіп бара жатсам, мен өзім андай фанта ұрлап ішем деген ойымда жоқ. Ондай ойламай. Желательно кола деп келатқанбыз. Сөйтіп, көрші бір орыс кісі бар да, сол кісі походу үйінен шығып келе жатып, үйінен бірдеңені ұмытып кетті ше. И тұрды да коласын, фантасын қойды жерге. Ішілген еще ұртталған ана ше. Фантасын қойды да, и үйіне қайттан кіріп кетті ғой. Мен прикинь, ойланып үлгерем ғой, ананы мен қазір ұрлап кетем да, өзім ішем барып деп ше. Тұрам да, ананы көрем да, барам да, фантаны ұрлайым да, кетіп қалам ғой. Фантаны ұрлайым да, еще андай алысқа қашам ғой, ананы ұрлап ше. Ұсталмау керек. Иә, ұсталмау керек. И үй жақта бір андай заброшка сияқты бір поезд жатады андай. Болады ғой, не дейді оны? Вагон. Вагон, иә. Вагон деген сөзді Заброшка поезд. Сондай вагон болады. Үстінде апа жататын. Вагон болады. Үй жақтан екінші вокзалға дейін қашқан сияқты ғой. Иә, вагон болады. Тастанды вагон ғой, Қазір сондайлар Көкек проводниктер көбейіп кетті ғой қазір. Анау тастанды вагон, тұрамда, ішіне келем да, фантаны ішпейм ғой. Қоям да, үстін шөппен жабам да, үйге кетіп қалам ғой. Үйге барам да, жатам. 1 сағат па, 2 сағатта жүрек дүк-дүк-дүк-дүк. Ішімнен ойлап қалам, неге мен ұрлап? Ана кісі аңдып тұрсашы, бұл тық қойғаннан кейін ше. Мен ұрлап кетіп аламын деп. Неге мен ұрладым деген сияқты ойлап қоям ше. Bir кезде сәл басылдым. Қой бар, ішіп қайтайын дедім. Фантамды барып ішіп қайтайын. Өзімдікі Берекелі фанта болыпты. Үйден барып шықтым да, вагонға бардым, шөптерді аштым да, 2 рет тұрттайым да, қайттан жауым да, қайттан үйге кетіп қалдым. Сөйтіп бір 4 рет па, 5 рет келдім ғой, бір күнде ше. Үйге барған шөлдеп қала бересің ба? Фантаны бітіру керек. Келем да, сонымен бітірем ана фантаны ше, ішіп бітірем. Сосын не істеймін бұны, деймін да ана.
үйге қайтадан барамын ғой, үйден спичка алып келемін да, ана фантаны баклажкасын өртеп жіберемін ғой. Із қалмасын деп ше. Адам өлтірсең не істейді екен? Шөпке жабады. Жай кеп пайдаланып кетіп жүремін. Сондай история. қойған жоқсың ғой әдетінде енді. Ол әдетімде өртеуді қойдым. Өртеуді қойдым, ұрлығын. Ол кездерде жаңағы сникерстердің дәмі дейтін керемет еді ғой. Жылына бір рет жеп. Үйге әкеп майдалап турап беретін ғой сникерсті. Коланда біз бір мерекелік кештерде ішетінбіз. Қоланда майдалап турап береді. Юпи деген көрмеген шығарсыздар, иә? Юпи неге? Неге ішпеген Жалап көресіз ғой юпиді. Қолыңа істеп алып. қызық пайдаланыпсыздар юпиді. Бізде баклажка болмаған. Просто өзімізді істеп ішетін. Айтпақшы осы фанта дегеннен шығар. Сен бір адамны басып кетсің ғой. Сол жөнінде айтып Бір адам емес, енді қазір Қазақстанға танымал адам ол негізі қазір бір адам емес. Ол былай болады, Манас бар, осы Астанада болған жағдай. Есімін айтып өтпейсіз ба? Жоқ, ес. Асқар Оразбаев. Аты құрамасы, дайындықтамыз. Футбол көріп жатырмыз. Футбол көріп жатырмыз телевизордан. Мен диванда отырмын. Асқар өзі бір ыңғайсыз бала ғой негізі. Асқарды кінәлі қылып қойды ғой. Жаңағындай ебедейсіз қозғалады, в общем, жүрісі де біртүрлі. Аяқтардың жанында жатады ма? Жақтырмайтын сияқтысың. Диван мынандай болса, бүйтіп жатыр ғой, şimdi диваннан шығып, телевизор былай тұр ғой айтпаса, ол бүйтіп жатып көріп жатыр. Мен оны былай аттап өтем деп байқамай былай басынан басып өтіп өтем бар. Сезем, что басы былай басылғаны оның. Ол іш нәрседен бүйтіп көре береді, былай жаншыға басты. Мән бермейді. Одан тұрады, ей, Асқар сенің басыңды мыршып кетті ма деді содан. Асқардың содан есіне түседі, ол тұрып, сонымен қырылысып, ана жерде кешірім сұрап. Асқар кешірім сұрады ма? Мен кешірім сұрап Асқарды қателігім. Өзі де кінәлі болды негізі. Неге кінәлі? Ыңғайсыз жерде жатыр ғой аяғым астында. Кінә екі жақтан болады ғой. Жақсы. Сондай қызық болған, иә. Қызық болған екен. Жақсы болыпты бұл. Келесі оқиға енді тақырыбы қызық. Асфиктің әңгімесі дейтін оқиға. Базар жоқ. Базар жоқ. Кімнің оқиғасын ойлайсыздар? Ағандікі сияқты. Менің оқиғам, мен де өзім істеуге таппай қалдым, сонымен асфиктің айтамын деп шештім. Десең, ойлайды мен айтып. Бұл жерде енді оқиғалар комбода, бірінен кейін бірі қосылған оқиғалар. Адмишкімен ойлаймын. Сөйлейін ба? Блок қой, блок. Тоже КВН туралы ғой. Премьер-лигада ойнайтынбыз 2020 жылы. И командада бізде бүкілі жауапсыз да квартира табу керек. Беконайдың сәл ғана жауаптылығы болды да арамызда. Ол квартира тауып қойдым дейді, короче. 8.000 теңгеге. Ойбай, жақсы болды ғой бұл 8.000 теңгенің квартирасы, анау-мынау дедік те сонымен. Қай жылдары болса да 8.000 дейді, аз ғой. Ол түсінікті болып тұр қандай квартира екен. Сөйтіп Беконайға сене береміз ғой бізде. Қызық керек болып тұр өзімізге де. Сонымен ана квартираға бардық, хозяйка шықты алдымыздан. Кілтті берді, короче. Кілтті іште қалдырып қоймаңдар. Сыртынан ручкамен ашылмайды, короче. Кілт тығып бұрайсың, сол кезде ашылады. Болды, апай дейміз де кіреміз, ішінде жүріп. Ішінде даже 8.000 теңге ғой енді. Ыдыс жоқ, тефаль жоқ. Сковородкаға шай құйып ашып жүрміз ғой. Сковородқа шай құйып ішеміз. Тар еще. Бір түрлі, темный квартира ғой. И бір күні ойынға бір күн қалған, короче. Редакторға барайын деп отырдық. Бәріміз киініп шығып біразға боңдаршы, ұйықтап қалғанбыз еще ше. Сөйтіп шығып жатыр, квартирадан шықтық. И предпоследний мен шықтым. Менен кейін Елнұр келе жатыр. Бейші жігіт. Ешкім кілтті алмаған, короче. Сосын Елнұр есіктен бері шығып келеді, аяқ киім киіп, кілтті алдыңдар ма? деп есікті жаба салды ғой. Ана кілтті алдыңдар ма деген сұрақтың жауабын ешкім берген жоқ оған әлі ше. Күтпеді де, Кілтті алдыңдар ма деді, жапты. Малсың ба деп бәріміз, короче, кілт қақып кетті іште. Сонымен редакторға бардық. Редактордан шығамыз, кілт жоқ, кіре алмай жүрміз. Сөйтіп Энергоның квартирасына қондық сол күні. Ертесіне плотник шақырып, замокты ашып ол. Оны ол ашпаймыз деді, хозяин болмаса ашпайды деді. Хозяинді таппадық одан кейін. В общем, соңында хозяин 8.000-ға сатып кеткен.
сөйтіп ертесіне плотник келеді да замокты ашады, уже ойын басталайын деп жатыр. Бізде форма бәріміз іште, короче. Сонымен ойынның алдында анау есігі ашылып, костюм шалбарлар алынып, Олжас, ат фамилиясы кім еді Олжастың біздің? Қоқанбаев. Қоқанбаев Олжас деген ініміз барып жауапкершілікпен сол формаларды конгресс холлға алып келіп, тура ойынға киім шығып кеттік қой формамызда. Осындай қызық оқиға болған. Еще ана сковородкаға шай қайнатамыз, ішеміз. Тамақ жасайсыңдар. Жұмыртқа істейміз. Кейде ол керісінше болып кетеді. Анау шай уже жұмыртқаны Шай емес, сорпа болады. Еще біз квартираларына барғанбыз. Келіңдер, шай ішіңдер деп. Біз андай ұялмаймыз ғой еще, қонақжаймыз ғой. Тамақ ішетін қасықпен ба? Сковородкаға ана пакетикті батырып қойып. Тойып тұрық дедік. Кім келді ғой? Бір Беконайдың иттігін айтып жіберейінші осы кезде. Беконай, Есентайлар көреш сол кезде Астанада болды. Аялдама КВН командасы. Есентай, Ершат болды ма? Ершат бар, екеуі. Ерік болды, иә? Үшеуі бізге келді, короче. 3 сурет шығатын болды ма? В общем, көмектесеміз сендерге шуткаларды айтып беріп жатыр, анау. Сонымен Беконай өзі көтік шытты. Шай ішесіңдер ма деді. Біз Есентайлармен Алматыда маусымда бірге ойнап жүрміз. Бір лигада. Беконай қатты танымайды, короче, оларды. Деді, чайдың астын өшір, күйдіресің. Беконай шай қойып алып келеді. Оны ешкім көрген жоқ әлі. Неге қойып беріп жатыр анау Есентайға ше. Сонымен бір уақытта күлшкісін ұстап бүйтіп келді шайды Есентайға берді да. Ертең ауылға барған соң Есентайға шай құйып бергем деп айтып жүремін ғой. Алып кеттік. Ана жерде не деп ақталатынымызшы. Сондай қызық болған. Дәудің сөзі бар, ондайды айтатын. Я көтің гүлдеп кетеді сен. Бірінші. Осындайлардан кейін. Екі команда өзіміз көріп отырайық мына. Даушы соткіден әдем өзіміз қарап. Осындай қызық болған. Күшті. Өте қызық история екен. Келесі оқиға. Бұл шыққанша Беконай, бұл кішкене. Екі адамды бірдей алдағанмын дейді. Екі адамды бір уақытта бірдей алдаған. Бағана үштен айтып берсең қайттым. Планшетпен телефон. Басқаша айтсаңыз екінші адаммен бастап. Атыраудың аксессуары. Келесіде телефонмен айналысқам деген заты. Ондай негізі көп болады ғой, Көп болады. Екі қызды алдауға болады, мысалы. Екі адамға жатады ғой ол да, мысалы, иә? Алдау негізі дұрыс емес. Дұрыс емес, конечно, иә. Ол жеке. Ұқсай ма адам алдайды? Адам алдайды. Ұқсайсың. Сен маньякқа ұқсайсың. Алдаған ұқсамайсың. Чикатило деп жазып көріңдер. Андрей Чикатило. Бірнеше адам өлтірген маньяк болды. Былай болды ол деген негізі. Менің историям айып қапты кезек. Мен басқа Олжастан күттім. Мен де күткен жоқ, жігітсің. Екі-ақ адам алдамысың да не? Историяны күтпедің ба? Вообще адам алдайтын адам. Жоқ, осы выпускқа келеді деп күтіп. Қалай болды? Айтуға мұрша беріңіз. Алаяқтықты. Алдағаныңыз туралы айтып беріңізші бізге. Ол былай болды. Алаяқ. Мектеп бітірдім, 9-дан кейін кеттім. Колледжге келіп түсем. Мектеп бітірмеген соң 9-дан кейін кетсең. 9-дан кейін мектеп. Алдап отыр ғой алаяқ қой. Енді уже бастап қойдым. Колледжге түсіп, общагаға орналасам. Общагада Қай колледж? Казатка колледжі. Әдемі колледж, әдемі колледж. Екі комната болды, большой, малый деген. Біреуінде екі адам тұрады, біреуінде бір адам тұрады. Үш адам тұрады. Бірінші жылы, бірінші курста Мейіржан деген баламен тұрамын. Ержанмен, Ол андай сәл андай бала болды. Андай, қандай? Сұрақ қойсаң, бір 5-10 секундтан Жауап береді. Шынды ма? Бір 5-10 Ол негізі ше сұрақ қойса, бүкілі 5-10 секундтан кейін жауап. Паузамен жауап береді деп. Ерна қалайсың десе, ойланып бар жауап бересің. Жақсы өзің қалайсың? Олай қойшы олай сөйлемейсің ғой. Қандай сұрақ қойсаң да сәлден кейін ойланып бар жауап береді. Бір жыл. Шынымен ойланатын сұрақ қойып көрдің ба? Тез жауап беремін. Тез жауап береді, сондай бала болды. Жай ойланатын негізі. Сен де жай сөйлейтін адам екенсің. Иә, бір жыл сонымен тұрдым. Бір жылдан кейін мен большойға ауысам. Құдай сынады бір жыл, Иә, әрең шыдадым бір Мейіржанға. Бір жылдан кейін екінші курсында большойда тұрдым, 3 баламен. Уже ол жерде большойда 11 бала. 3 бала. Футбол деп қалдым мен. Мейіржанның жаны Дәулет деген бала барады.
тоже бізбен бірге түскен, екінші курс көшті. Ол сұрайды менен бірінші күн тұрғаннан кейін. Сен Мейіржанмен тұрдың ғой, не үшін ол 5-10 секундтан кейін барып жауап береді дейді. Бұзып қоймадың ба? Бір жерін бұзып қойған жоқсың ба? Не үшін жай сөйлейді дейді. Мен айтамын, олай кемсітпесе, оның құлағы естімейді, айғайлап сөйлеуің керек сен оған деймін. Сен бұны 5-10 секунд ойланбай айттың. Сразу айттым оған. Өтірікті ойлап табасың. Ол жақсы ма или шын ба? Мен өтірікті айтсам да адамдар сеніп қалады менің түріме қарап. Шын айтып жатқан сияқты айтып беремін өтірікті. Жақсалдайсың ғой? Иә, жақсалдым. Әдемі момент. Жоқ. Алдап отырсың ғой. Сосын айғайлап сөйлеуің керек сен ол деп. Мен ше. Әдемісің. Сен оған айғайлап сөйлеуің керек, осыған сонда тез жауап береді. Естімейді ол сен деймін, ой үшін құлағына тез жетеді оның деймін. Жарайды деп ол сеніп қалады оған. Одан кейін барамын да Мейіржанға айтамын. Дәулет сәл айғайлап сөйлейді, сен де оған айғайлап жауап беруің керек деп. Екеуін сендіріп қоямын бір-біріне. Бір кезде комнатада жатсам, бүкіл коридорда алып жатыр. Мен картошканы тазалайын деп, пияз тазалайын. Ыдысты жуу сосын деп айғайлап сөйлесіп жүр екеуі. Бір ай сөйлесті осылай бар. Мен әрең шыдап жүрмін ана. Бір айдан кейін шыдамай айттым оған, негізі сосын алдағам екеуіңді деп. Олар бір-бірінен сұрайын десе, ұялып Ұялып ұяласың ғой. Қызық екен. Сондай қызық. жоқ жерден қызық шығарып екен. Тауып кетті. Шығатын түйін алдамаңыздар. Күшті, кеттік келесі оқиға бізде 5000 теңге үшін сотталып кете жаздадым дейді. Қай замандар бұл 5000 теңгеге соттап жіберетін? 8.000-ға үй алатқан заман ғой. Ақшаның құны бар кез. 5.000 теңгеге сотталып кете жаздаған. 5000 біреуге Не істеген берген болып тұр ол, значит? Ұрлаған ба сол 5000-ға шөп сатқан шығар. Басқаша соттала алмайсың қазір. 5000-ға 5000-ға не істеуге болады? Взятка берген шығар. 5000-ды 5-ке бөлуге болады. Взятка беруге де болады. Қалдықсыз. Ол 5000 деген 1000-ның 5-і. Дал салып көресің. Менікі ғой, қатты қызық болып кетті, нелерің. Сәл түсіріп баланс ұстап отырайын да арасында. Сен бірақ меліс жетейін деп тұрсың, 5000-ның әңгімесін айтып Мен Өте арзан история ма? ойыншық сататын кезім ғой. Зат саттым 4,5 теңге. Тәте баласымен келді. 5000 теңге берді да, бүйтіп. 2-5000 теңге қосылған. Қосып беріп жіберді 10.000 теңге. Алдым да 500 теңге сдача бердім да, бүйтіп қарасам 10.000 екен. Бірақ сен көрдің ғой, 10.000 екен. Біліп тұрмын, ол кезде 12 жастан асып кеткен шайтанмен наты араласып жүрген кезім ғой. Ана 5000 саламда, 5000-ды велосипедке арбузик алам, сигнал алам, велосипедке тюнинг жасайын деп қалтама сап қоям. Тюнинг. Велосипедке тюнинг деген сөз. Велосипед тұратын да? Сигнал бассаң, бап! Сигналмен ғой. өзің де істей алады екенсің. Тегін ба? 5000 қалтаңда қалатын еді ғой. Екі айнасы бар андай, сондай істейін деген ғой велосипед күшті. Өзің қарай аласың. Өзің жүре аласың. Велосипедсіз де жүре алатын кезім бол негіз. Сөйтем деп уже ана пландап қойғам. Ана кісі кесе бермеймін деп отырмын, келеді деп. Өйткені құны бар кез. Ана кісі баласымен келді. Ол кезде 5000 теңгеге не істеуге болады? Берек алуға болады. 5000 қатын алатын кез 5000 ол кезде. Қатты не болып кетті ғой. Қатын алатынға велик тюнинг істейін деп. Қатын или тюнинг деп тұрды ғой, екеуінің біреуі. Сөйтіп Қатынға жаспын әлі деп. ана кісі келді ғой, жаңа мен сізге 5000-нан 2-ін беріп жібердім Проспектор деді ма? ғой. Баласымен ғой, баласымен. Сізге жаңа 2 бала берген екен. Біреуін ғана айтарсың. Жаңа сізге 5000-нан 2-ін беріп жібердім, мен шатасып, есіме түсті сізге екен деді. Сонымен мен, ойбай тәте жоқ, маған емес дедім. Бала біліп тұрмын ғой, саған бердім ғой деді. Қашан бердіңіз жаңа? Сізді менен зат алдыңыз ба дедім ғой. Жындымын, мен сізден алдым ғой, 2-ін беріп жібердім. Мен ойлансам сізде екен деді. Тәте құдай ақы менде емес сіздің ақшаңыз дедім. Сонымен ана кісі да деді да сеніп қалды. Жұмыртқам сол жерге алып білейші деді. Анаяға кетті, қайттан келді ғой. Жылап келші. Балама памперс алам деген ақша, сместің ақшасы. Бере саңызшы, сізде ғой деді.
тәте менде 12-дегі балаға сіз деп жатыр ма уже? Жоқ, енді сен десе бермей қоя ма деп қорқып тұр да. Сіз деп сыйлап тұр ғой. сөйтіп менің ойым вообще бермей қойған ақшаны. ана жерде сен оны алмасаң да беріп жіберуге болатындай болып тұр екен негізі иә. баласымен келіп тұр жаңағы. Никак ол кезде Пожалуйста, давить етіп тұр. Уже өзін андай көрсетіп қойды, до конца сол позицияда. Өше құдай ақымен кетті ғой. кәдімгі. сөйтіп онда мен сізді қазір соттатам, милициямен келем деді ғой. Ал ол кезде милиция Ол кезде базарға полицияға ауыспаған кез ғой. Қамырынан ұстады ғой. иә, ол кезде ол қатты не қылады, шошитып. Өйткені мен оның алдында значок ұрлап ұсталып қойған милицияға. Сөйтеді ана кісі сөйтіп келем қазір деді. Сол милиция келмейтін шығар. Қазақстанда бірақ милиция емес шығар. Танисың ғой. Значок ұрладым, Алматинская мақұл полиция деп келе беремін. Асқар ма? Сөйтем да ана 5000 теңгені шығарам да қайшымен майдалап отпечаток қап қалмасын деп тұр ғой, кетіп қап. Қайшымен майдалап кесем ғой 5000 теңгені. Жұт жердің бе сөйтіп? 30 теңге қылып тастадым короче. Майдалап тастадым ана кесем, былай кесем. До того майда болып кетті. Пакетке саламын да пакетті скотчтаймын ғой. Пакетті скотчтаймын, сөйтем да Амалдары артық па? Скотчтадым да, и пакетті Таиландқа апарып көміп. Таиландқа. скотчтап қара пакетке саламын да туалетке барып сетін сияқты болып ағызып жіберемін да. Ол бал енді дедім. Просто есікті құлттайды ғой туалетші. Қалай ол сен Кәм сиіп тұрғанын ойнатып тұрады. ендігін шешіп. Мен кішкентаймын ғой, мен андай жүрек соғып тұр ғой жаңағыдай. Бұл Кіресің ол кезде ғой. тоже бұл ол кезде жаңағыдай Жүрек жаңа соқпады, ана баламен фантазиялап келіп жүрген кез ғой, тұрғанда. қорқып сол кез менде де сол кезде болған ғой. Рекен енді. 5000 теңге. Сенікі кәм мошенничество ғой. Жоқ маған жылап келсе фантазиясын қайта. Сөйттім да ана 5000 теңге, тюнинг жасаған жоқпын, өзімді жаратқан жоқпын, майдалап Я жоқ жібердім ғой. полицияда келмеді. Полиция да келмеді. Үйдегілер де білмеді. Жоқ. Тюнинг болған жоқ, не смес болған жоқ балаға. Сөйтіп 5000 теңге жоқ қылды. баланы Мен ашып ойладым алады. просто сотталып кетемін деп. Қазір ұяласың ба ол осы? Ұялмаймын деп 5000 теңге. Неге? Не үшін ұяласың 5000 теңге? Түсте қалады ғой. Ол жерде сенікі қате деп ойламайсың ба? Қат емес. баланы ашып қалдырып Велосипед тұрса қате емес тюнинг пе? болған жоқпын менде. А? Ja, достар, онда былай жасайық. Ернардікі қате болса, ауыр сөздер комментарийге. Ернар, сен осындайсың, Ернар, сен осындайсың деген сияқты комментарийге. Егер дұрыс емес болса, дұрыс болса, жазбаңыздар. Дұрыс емес болған жағдайда, жазыңыздар. Сен де фантаны ұрлағаның дұрыс емес Мен негізі. дұрыс емес. Мойындап тұр ғой. Ернардікі қате болса полиция алып кетсең. Қазір де полицияға беріп жүрген история екен. Негізі былай, заң жүзінде ол Фантаны 100 теңге болса да соттауға болады негізі, мойындамасы. Өзің мүлігі ғой. Әзіл үшін сотталуға болады. Одан кейін Валютаны кескені үшін ол да кәдімгі. Адам мемлекеттен дефолт жасайын деп жатсың. Ол еще менде тағы да болған аяқты жайы. Индиян полициясы емес. Ұстап кетсең болады екен. Индияның полициясы. Анықтайсыздар. Қалтасынан бана жатыр. Индия полициясы. Сондай история болған менде. Иә. Мынау Қорқынышты. күшті болды. Өзіме ұнады. Өзіме ұнады. Осыны қанша выпуск айттым, айта берер. Қызық емес. Ол қара деп ойладым ғой мен. Ойладың ғой. Ойлап тұрған жоқ. Манастың фантасы кетіп жатқан кезде пай жот деңгейлес екенбіз деп ойласам. Жоқ, сен мойындамай отқан. Сен бір 5000 теңгелік блок фанта алған. Жоқ, мен мойындап отырмын Мен да. еще значок Фанта алғам. ол кезде вообще бір 200 теңге ме сондай? Одан да аз. 70 теңге кезді ғой. Значок ұрлағанымды айтып берейін ба? Оны нете алмайсың ғой қайшымен. Есеп беретін күнді талқылайық та. Бүкіл күнәларыңды. Кеттік. Келесі. 7000 теңге, 5000 теңге бар бағана. 7000 деп. 7000 деген миымда бір билет тұр, короче. Қалтаңа 2000 салып кірді. Ары 2000. Жоқ, короче, мынандай история болған ғой, просто есіме түсіп кетті. Студент кезде ғой. Енді қызбен жүріп жатқан ғой, сөйтіп стипендиядан 7000 деп жаңа сол миымда тұр ғой.
7000 теңге тұр, короче. Болды, қалған осы. Алматы аренада Қайрат Нұртастың концерті болайын деп отыр, короче. Билет. Билет 7000 теңге. Сөйтем да, бопты деймін да, бір билет алам да, тәуекел деймін ғой, короче. Сөйтем де тәуекел деп екеуміз барамыз сояққа. Ол да біле ма бір билет екенін? Біледі, бәлеге біледі. Сөйтіп бардық, концертке бардық да, қатты тексеріп тұр, короче, ана жерші. Мен ойлаймын ғой, бір бәлеге кіріп кетеміз деп. Сөйтіп тұрған кезде сәл не қылдым да, қыздан да намыстанып тұр. Жайдармандағыдай ойлап жүрсіңдер өзіңдер. Күтіп алады деп ойлағанбыз. Дәуіржандар жоқ па екен? Жоқ, арт жақтан кететін. Мынаны 100 адам көретін болды. Дәуіржан Дәуіржан, ырсыза. Суретін қояқшы. сөйтем да анаға айтамын, экранға қазір сен менің курткамды ал да, курткамды бәрін ал. Сат дедім ба. Кіріп кетесің, короче. Кіріп кетесің дальше. Мен типа сыртқа шығып келем бәз деймін да, оны кіргізіп жіберемін мен заттарыммен бірге ше. Бірақ өзім көрінбеймін ана неден. Сөйтем да, сырттан мен типа жаңа келіп, қайттан келгендей боламын ғой. Өзінше бүйтіп келем да бүйтіп өзінше бүйтіп өтейін десем өткізбейді. көрдіңіз бе, өту үшін Енді Қайрат Нұртастың концерті ғой. Сөйтем да келіп, енді типа служебный вход деген сияқты бір несі бар. Сол жерден өтпекші боламын, өткізбейді, короче. Не үшін өткізбей тұрсыздар деп. Жаңа мен айттым ғой, ескерттім осы сіздерге. Мен курткамды беріп тастап кеттім, қазір сыртқа кіремін де қайтадан кіремін деп. Өткіземін деп айттыңыздар ғой деймін. Жоқ, өткізбеймін деп. Ана жерде типа бастықтары тұр осы жердің, соған барасыз деп бардым да, соны анаған барып жалып Қайраттас мамасыр ма? жалып айттым, короче, мен неғып өткізбейсіздер анамнан бірдеңе деп. Серьезно кетіп қалғанмын ғой. Жарты сағат бойы қырылдым ана жерде. Жоқ, маған Қыз қайда? Концерт бітетін. Қыз кіріп кеткен ішінде. Қыз көріп фото жіберіп отыр, ән болып жатыр, бәрі ән айтып жатыр. Фотода ән айтылып отыр ма? ән айтып жатыр. Біреудің ақшасына концерт көріп, әз болып тұр ма? Сөйтем да бір нені көремін ғой, волонтерді көремін ғой ана жерде. Мына волонтер айтты маған жаңа. Мен саған басып беремін, ана сен кіресің де шығып кетесің деп айтады. Деп анаған айтамын, ана бүйтіп түсінбей тұр ма? Жоқ, мен емес. Сен айттың деймін. Құдай ақы деп Ана қорқып кетті кәдімгі жас не ғой. Сөйтті да Жас сәби ма? жекемен алып кетті ана бастықшы алып кетті да. Шетке алып кетті да. Енді ондай балада болып тұратын шығар енді. Бірақ сіз енді түр бермегендей кіріп кетіңіз қазір. Айып өтпеңіз бірақ деді да, барып өткізіп жіберді. Соңғы сол 7000 теңгемен барып, нормальный жерден барып концерт көріп ондай қойсам. жас балада болады да енді, бірақ мына камераға түсіп қалыпсыз. Мынаған не дейсіздер? Жаңа барынша ойнатып, жарты Қайрат сағатында Нұртас бірде құртып, отса да. сөйтіп барып кіріп көріп келген ғой ана концерт. Қайрат Нұртас санап отыр, билеттің ақшасы. Ана жерде принципиально мысалы ше, жүріңіз онда камерадан тексеріп кіргеніңізді көрейік десе. Камера Что, мен хранение. анаған сеніп тұрмын ғой. Талпа ғой, талпа, өте талпа адам ше. Кәм итеріп кіріп, сондайға сеніп істеген. Сен неге сеніп қалдың ана? Деген. Негізі мынаны қазір де қолдансаң да болады сияқты, иә? Андай бір жыл таңдамайтын сияқты мынау. Біз негіз жайлап, бұзылып түзеліп кеткенбіз ба, иә? Яшар адам болған. Қазір түрмеде азапын көріп жататындай болып қалыппыз ғой, иә? Ондай емес па? Сондай сияқтымыз ай. Әдемі деуге келмейді бірақ, иә? Бірақ күлкілі. Риза. Бірақ адам өзі не прав болып тұрып, до конца бүйтіп керсу Бірақ сен қиын ол ғой. дұрыс емес екенін білесің, иә? Жоқ, андай ғой. Мен сәл жедіп Жоқ, қазір дұрыс емес деп мойындайсың ғой. 3,5 мыңнан алса болады ма 7000 теңге болса қазір де бірақ билет алатын едім. Достар, жаңа Ернарды ұмытпаймыз. Жаза кетейік. Пікір көп болады, құдай қаласа осы. Бопты. Кеттік, келесі оқиға бізде екен жаңа. ең нашар өмірдегі ең нашар квестте болғам дейді. Квестке біз дейсің. мынау Манастың историясы ғой деймін. Жоқ. Мен квестте ол көмеген. Ол да сенікі ме? Жас сенікі емес па? Бұл ержүрек балалар барады ғой квестке негізі. Мен емес. Біз жақында барғанбыз Түркістанда квест дейтінге. Сөйтіп Квест ба или жаңа 8000 теңгелік не ме ол? Түркістанда квестте жүрміз. Екеуі бірдей ғой. Квестке барған кезде андай енді бір Әулиенің басы. квестке бармаған адамдар Тыңдайыншы. квестке бармаған адамдар біледі жаңағыдай нелер задачалар шешесің ғой белгілі бір сан логикалық кейбір кезде әшейін есеп деген сияқты. И сол жаққа барған кезде бүкіл жігіт
Шерлок болып кетті ғой ана жерден ше. Андай нелер тауып, Детектив. мынау значит мына жерде былай, значит біз мына есікпен кіруіміз керек. Мынау астында тұр. Мынау дейтін, мынау бір құпия сандықша деп қояды. Сөйтіп соны құлаттық. Ана жақтан колонканы құлаттық. Колонканы құлаттық. Сөйтіп бір кезде жарда жазу тұр. Бұл бізге берілетін бір көмек деді. Туркестан деген жазу. Беса супер. Әшейін Түркістан дейтін жазу. Мен неғып 5 деген санды 5 деп оқыдым. Квестасын Жоқ, қаяқтан оқыдың сен? Ананы кім сөйтіп жатқан? Мен ғой. Беконайға Мен оқып атқан. Оқыған сен ба? Оқып мен. Далбан Түркістан деп тұр ғой деді ғой Беконай. Беконай айтты ма саған? Беконай ақылды болып тұр. Беконай далбан деді ма? В общем, Квест қалай болды Нұржан? В общем, ең нашар ол біз бір рет Алматыға барып көрдік. Былай нормально болды енді балалармен. Сөйтіп аяқ асты Таразға дос баламыздың тойына баратын болдық Таразға. Дәукіштің тойына ма? Иә, Дәукіштің тойына баратын болдық. Мынау ше қатты семейный болдық. Дәукіштің тойы. Фотосын қоясылар. Уже даже осы жердегі бір-екі адам білмейтін историялар келді. Фотосын қоясыламыз. Зато біздің қандай адамдармен араласатынымызды біліп жүреді. Әңгіме квестте болып тұр ғой. Мейлі. Бүгіндікке видео емес, сурет көп. Альбом сияқты ма? Бейтаныс адамдардың суреттері. Ана қызға вообще ұнап атқан жоқ біздікі. Сен уже резиденттерді қойып, зрительге көшті тисуді. Бүйтіп отыр ғой. Айтсай. Тараздағы в общем, тойға бардық. И тойда ішіп атты, бүйтіп атты, сөйтіп атты. Содан барып бізге қызықсыз болып кетті шыны керек ше. Ондай жерде ше. Сөйтіп өзіміздің круг қана бар, өзіміздің круг. Давайте онда Таразды қыдырып қайтайық дедік. Жоқ, одан да давай квестке барайық деп біреу идея тастады. Давай дедік та жақын маңнан бір квест тауып алдық. Сөйтіп ана бір арзандау квест па бірдеңе. Барып тоқылдатып жатып өзіміз ашып алдық бір неғып. Уже бастап кетті. Кіре берістік. Музыка ойнасы. Кірудің өзі. Кірсек, біз істемейміз дейді, істемейміз. Қазір бастамаймыз дейді. Не алып десек, сәл күте тұрыңдар. Біздің жағы нелер? Аниматорлар келу керек деп. Олар квест жорығынан келе жатыр ма? Квест жоқ. Жарайды деп күтіп, машинеде біраз күтіп оттық, бүйтті әңгіме айтты. Что там, боламыз, бастаймыз ба деді. Давай кіре беріңдер онда деді. Давай деді. Как раз балалар келіп жатыр деді. Сөйттік та бәріміз, так, бүйтуге болмайды, сөйтуге болмайды, бүйтуге кәм айтып жатыр. Все, жарайды, бәріміз телефонды тастадық, кеттік. Бірінші комнатаға кіріп кеттік, қап-қараңғы. Мына жақта жаңағыдай суреттер тұр, бірдеңе жазу, неше түрлі нәрселер, картина. Ана звук қалай да танымал звук бар ғой. Всегда қойылып тұрады. Қорқынышты бір звук бар ғой. Тек сол есікті жапты болды. Бірінші комнатаны іздеп жатыр. Так, мынаған көмектеседі. Есікті кілт ашуға бүйтеді. Мынау бүйтеді деп. Быт болып ана жақта іздеп жатыр. Келмейді, ашылмайды ана кілт. Келесі комнатаға өту үшін. Ананы көреміз, мынаны көреміз. Жоқ, анау Ішке қарай ашылатын болса ма? Адына комнатный болса. әріптерді бүйтіп жалғап бірдеңе. Так, мен таптым деп қойып өзім жазамын. Бірақ Уәкең ба? ашылмайды. Наушник тағып бір ойланып келдік. Дәуіржан көреді, Рахим Дәукіш көреді. Әдемі ғой, жиналып. Таппай жатырғанын. Бір кезде ана жақта негізі 15 минут па, 10 минут па ана жақта тұрып келесіге өту керек екен да негізі. Біз ана жақта жарты сағат жүріп қой. Әлі жүр. Қолымызда бір рация бар. Сосын бар, сендерге көмек бере аламыз деді. Екеу ма, біреу ма, сондай ғана. Брат, көмек беріп жібересіз ба дедік. Қабырғаны қараңдар деді ма, бірдеңе деді ол. Болды деді. Қабырғадағы сандарды бүйтіп не етеміз. Лунаралап жүрді. Болмай жатыр былай, көріп жатыр. 5 минут тағы көрдік, болмады. Сосын тағы шықтық. Брат, біз таппай жатыр. Өтініш, тағы бір көмек бер. Болмаса келесің ба? Біресе шаршап кетті. Брат, өтініш, тағы бір не берші деді қой. Бір кезде өзі кіріп келді ғой, естесі.
жігіттер қарамайсыңдар ма деді да. Көздеріңді ашып қарамайсыңдар. Қабырға теп-тегіс сол жақтан бір тасты жұлып алды да соң артынан кілт шығарды ғой. Ана сан ештеңенің қатысы жоқ вообще. Мақандар тығып кетеді ғой ана ше, сол Просто ана плоский жерде артында тұр, короче. Біз Ол ешқандай емес па? Кнопканы бассаң шығатындай ондай дым емес. жоқ. Просто Тас ана көрініп тұр кәдімгі. сәл бүйтіп көрініп тұр еді. Просто ешқандай логикасы соны табу керек екен. Қарасаң квест іздеген қатесіңдер. Михаилға баруларың керек еді просто. Жарайды деді да ол. Шықты да кетті. Таразы Келесіге өттік. Келесіге Таразы өтіп өтіп едік. Біреу бензопиламен шықты, деп қорқып деді, деп. Бір тағы да рацияға шығамыз. Анау үндемейді, бір жоғалып кетеді әйтеуір. Сөйтіп әйтеуір бірдеңе аман есен шықты ғана. Аман есен. Оның өзінде де анау бір таппағаннан кейін 1 сағат өтіп кетті. Мен сұрақ квесттен андай бірдеңе қолың сындырып алып сөйтіп шығуы мүмкін ба негізі? Ондайлар бар. Өзіңе оқыс қимылдасаң. Жалғастырайын. Әйтеуір. Сөйтіп негізі Барып 1 көрмеген сағат қой негізі. Біз 1 сағат жүріп қойдық, 3-ақ комнатаға ма кіргенбіз болды. Ар жағында 2 комната ма бар. Түкір тамақ кетті ма? Шығарып жібердім болды. Сөйтіп болды деп шығарып жүріп, сөйтсек жаңа квестте 1-ақ адам жүр ғой. Бәрі сол ғой. Рациядағы сол жүгіріп барады да Брат, сол дауыс естілді ғой сол жерде. Білеміз ғой. Ол қорқытып жатады да. Қалай біз нені рациямен сұраймыз, риск кетіп қалған ғой ше. бензопиламен қорқытады да жүгіріп барады да рацияға барып қарасаңдар жүгіріп барады да ар жақтан аппақ кез шығады. 1-ақ адам жүгіріп жүр. Еще ол түсіндірді ғой еще ол сол. Не істеушін десің, типа балалар келмеді енді бастап кетті. Сондай Қызық екен. Күшті. Қызық. Соңына жеткеніміз күшті болды, иә. Соғымыз болып кетті. Ол кез келген квестта сондай, иә, по-моему, иә. Сол 1-2 адам сол жақта жұмыс істейді, солар өздері қорқытып Анау жүреді. 1 адам жүріп тұр. Болды, 1 адам. Оператор дегендер жоқ ана. Бір история айта салайыншы. Общий история айта алмайды екен. Қалмаса керек. Айта бер. Короче, мынандай болған ғой. Айтылмай жатыр. 9-шы класста Махан мен Пахан бір тойға кетпекші болады, короче. Әке ана. Сөйтеді да, иә, әке анамыз иә. Сөйтеді да, папаға бір 2 күн бұрын не алмақшы болады, киім алмақшы болады, тойға деп ше. Сөйтеді да, жаздың кезі ыстық қой. Барады да, мындай двойка сияқты бірдеңе алып қойған ғой, мама ше. И сәл тырысып тұр папаға ана. Үйге келеді, короче. Үйге келеді да, папаға ұнап тұр, бірақ мамаға ұнамай қалған екен, короче. Мынау шортик емес, сәл не деп. Соны айтады, Бриджба. иә. Сөйтеді да, Пахан ұнатып тұр, бірақ маманың көңіліне қарап, мындай не қылып тұр да уже. Ол да ұнатпай тұр ғой, типа. Сөйтіп мама тұрады да, онда диасқа бере салайық, короче, дейді бірдеңе. Деп мен мәз болып киіп аламын, короче, сөйтіп жүрмін. Папа бір кезде кешке ішіп алған ғой. Папа сәл бас қызық қалған, кешке келеді да. И мен как раз біреумен төбелесіп қаламын ба, бірдеңе болды, сөйтіп келіп маған типа отырғызып алып айтады ғой. Балам, не істеп жүрсің сен? Анау не жасың болса мынандайға келіп, біз сендей жасыңда бүйткенбіз, сөйткенбіз. Анау сен ештеңеден қиналып жатқан жоқсың. Тамағың бар, нең бар, шортигің бар. Сәл алып айтты да, өзі де бүйтіп ойланып қалды. Бекер айттың ба? Сәл бүйтіп сол балам деді. Тұрды да кетіп қалды. Ертесіне есін жиғаннан кейін айтамын ғой, үй сұрайтын сізде. Әшейін прикол қылып айттым. Сол есіме түсіп кетті. Қалды бұл. Қалды ғой, иә. Қалды. Все, жақсы болған сияқты Олжас бүгін. Барынша өзіміз Қатты активный болды Олжас. Иә. Тырыстым барынша. Ұнады ма Олжас саған? Өте. Сәттілік. Краш көзқарас деген неге именно осы Иә, жермен? Олжас. Өзің істеші. Ол ше, ол жоқ дейтін жоқ, ол болу керек нәрсе ол, иә, кәдімгі, иә. Кет, короче, өзіңнің ең нашар көзқарасың адамдарға. Осы ғой. Жиіркенішті көзқарасың. Бұл әдемі ғой. Сен қазір краш болып тұрсың. Иә. Ішке былай қарап отырсаң болады, сөйтесің да, ана камераға. Серьезно айтып жатқанда. Серьезно? Деді ғой кеше мағалар. Экраннан жүрегі әлсіздер. Жалғасын. Серьезно қабылдап, сақалдап тастаса. Егер жаңағыдай 1-2-3 деймін, сол кезде қарайсың, иә? Нашар көзқарас. Жиркенішті жиркенішті қылу керек қой. Олай болса, Олжас Байгайс ең нашар көзқарас 1-2-3. Рахмет, құрметті көрермендер, бұл хихикая жобасы болған. Сіздермен келесі аптада қайтадан көрісетін боламыз. Оған дейін арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды, бәрі сіздер үшін. Рахмет, Олжас.